Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Wildberries'ге товар салатын боламыз. Бірінші біз селлер wildberries.ru сайтына кіреміз. Одан кейін товары, карточки товаров кіреміз. Мына жерде добавить товар деген бар, соны басамыз. Одан кейін категория, яғни сіз өзіңіздің товарыңыздың категориясын таңдайсыздар. Мен бұл жерде қазан таңдадым. Қазан деп басамыз. Қазан дегенді басамыз. Мына жер бренд, яғни афганский қазан 10 литра деген бар. Страна производства Афганистан. Артикул поставщика кейіннен түсіндірем, ол қалай қоятын. Комплектация, яғни бұл жерде афганский қазан. Бұл жерде бір штук болады. Одан кейін бізде шумовка деген бар, қасына подарка. Шумовка бір штук деп жазамыз. Яғни подаркілеріңіз ішінде қандай не болады, зат болады, соның барлығын біз жазатын боламыз. Глубина упаковки, яғни сіздің өзіңіздің товарыңыздың жалпы характеристикаларын мысалы біліп, алдын ала жазып, бір жерден мысалы көшірсеңіздер де болады, негізі бір жерден алсаңыздар да болады. Глубина упаковки бізде мысалы 30 сантиметр. Основной цвет бізде темно-серый, яғни сіздің товарыңыздың түсін жазасыздар. Мысалға біреуде алюминиевый цвет болуы мүмкін, ол жерде алюминиевый цвет деп жазасыздар. Серебряный, яғни күміс түсті болса, әрине орысшалап жаңағыдай серебряный деп жазасыздар. Артикул цвет товара, яғни мен ағылшынша жазамын мына жерге. Темно-серый қазан Афган деп мысалы мен жаздым. Штрих-код товара, яғни бұл жерде баркод деп айтылады. Бұл алда уақытта баркод жайлы мен түсіндіретін боламын оны. Не үшін керек, жалпы бұл баркод қалай жасауға болады, ол баркодтарды оны қалай жабыстыруға болады деген сияқты барлығын мен осы келесі сабақтарда толықтай жеке-жеке өтіп шығатын боламын. Штрих-код товара, яғни бұл жерде баркодты сгенерирует штрих-код деген үстін басамыз. Одан кейінгісі бізде фото. Яғни фотоны жүктеу керек біз. Фотоны қайдан аламыз, фотоны қайдан жасаймыз, карточканы қайдан аламыз деген сұраққа алда уақытта мен осы YouTube каналымда видеоларда салатын боламын. Нажмите деген бар, үстін басамыз. Соның 5 фотоны алып саламыз мына жерде. 5 фото, яғни фото алдын ала дайындап қойғанмын мен сіздерге сабақ үшін деп. Файл успешно загружен деп шығады мына жерде. Что можно приготовить деген мына жерде 2 сурет болып кетті. Бұны біз өшіріп тастаймыз. Удалить фото деп. Сіздер мына главное дейтін, яғни басты көрініп тұратын, яғни сурет, мына сурет. Кейінен мысалға сіздерде басты сурет екінші орында мына жақта тұру мүмкін деген сияқты мысалға. Оны бастапқы сурет қылу үшін мына жерде 3 кнопканы басып, сделать главное деуге болады. Одан кейін далені басамыз. Мына жерде бағасын қоямыз. Мен бағасын өзім қояйын. Мен көбіне бағаға, мысалы бағаға 1-1, 1,5, кейде 1-2 қосам. Бұның ішінде жалпы Wildberries'нің өзінің алатын пайызы бар. Өзінің жалпы алатын пайызы бар. Одан кейін алатын бөлек пайызынан кейін несі бар? Налогы бар. Жалпы төлейтін, біздің өзіміздің налог төлейтін Қазақстан Республикасына заңнамасы бойынша. Одан кейінгісі логистикасы бар. Соның барлығын есептеп, қалай шығаратын туралы алда уақытта сабақтарда түсіндіретін боламын. Қалай шығарасын, қалай таңдайсын товарды, оның үстіне қанша баға қосуға болады деген сияқты осындай арнайы сабақ түсіндіріп, немесе арнайы курстарда осыны айтатын боламын. Мен қоям, 1-1 қояйын деп жатырмын, өйткені мына барахолканы таптым, 4600 рубль деп қоям. Установить цену. Далені басамыз. Мына жерде описание, яғни бұл жерде описаниеға жалпы алған қазанын осыны копировать деп ставить дейміз. Жалпы бұл жерде де описание ең маңызды рөл ойнайтын жалпы нелердің бірі описание. Өйткені білесіздер, орыс ұлттары міндетті түрде характеристикасына, описаниясына барлығына жіті қарайды. Бұл бізде не барынша көп товар туралы көп ақпарат беретін болсақ, біздің товарымыздың өтуінің несі коэффициенті өте жоғары. Одан кейін дополнительный поляны үстін басатын болсақ, міне бүкіл характеристикалар шығады. Міне вес упаковкы. Жалпы мен алдында салғам бұны.
тағы да мен сіздерге салып көрсетейін деп жатырмын, қызық болсын деп сіздерге. Так, вес упаковки 4/3, внутреннее покрытие бізде алюминиевый, яғни алюминийден жасалынатын. Так, алюминиевый. Внутреннее покрытие алюминиевый пищевой екен. Алюминий пищевой деп жазылып тұр екен. Барлығын жазамыз бұл жерге. Так, мына шықпай тұр. Міне шықты. Алюминий пищевой. Так. Высота упаковки 25 сантиметр. Глубина предмета 22 сантиметр. Декоративный декор элементы, яғни афганский орнамент. Егер де сіздерде мысалға да бір не болатын болса, жалпы оюлар болатын болса, ыдыс-аяқтардың ішінде сондай секілді нелеріңіз болатын болса, бір жалпы орнамент дейді, ою өрнектер болатын болса, міндетті түрде жазыңыздар. Материал посуды бізде мына жерде материал посуды бұл жерде бізде алюминий металл деп жазсақ болады. Назначение подарка, да, мысалға біздер мужу деп жазсақ болады, мужу, дедушке, үстін басып таңдай берсеңіздер болады. Дедушке, папе, мужу, коллеге, мужу, дедушке, брату, детям, внукам, племянникам деген бар. Оның бәрін таңдасаңыздар болады. Назначение подарка, яғни біреуге қандай сыйлық та, мысалы сіздер мысалы битке жағатын жаңағыдай нені безеуге кетіретін косметиканы мысалға сіздер ер адамдарға сыйлай алмайсыздар да, мысалы оны әйел адамдарға тағы да басқа нелерге сыйласаңыздар жақсы өтеді. Мысалы назначение посуды жалпы для приготовления пищи на открытом огне дейді. Жалпы бұнда жазсаңыздар болады. Бұл назначение посуды, яғни қай жерде қолданылады бұл да, мысалы далалық жерде қолдану мүмкін, үй жағдайында қолдану мүмкін, тамақ пісіру жаңағыдай әдемі тамақ шығу үшін деген сияқты мысалы барлығын жазсаңыздар болады. Бұл назначение посуды. Объем қазына бізде 10 литр. 10 деп жазсаңыздар 10 литр шығады. Хрупкость нет. Так, ширина предмета 30 сантиметр, ширина упаковки 30 сантиметр дейді. Мына жердің барлығын повод деген жерлерді толтырсаңыздар да болады. Мына жерде повод бізде бар ма? Повод. День рождения, да, мысалы. Мысалы біреуге сіздер сыйлайтын боласыздар да. Мысалы, примерно сіздердің нелеріңізді. Так, день рождения там. Мысалы біреуін таңдасаңыз да болады. День рождения весной. Мысалы, көбінде. Так, шықпай жатыр. Міне день рождения, мысалы, повод, мысалы, бұл біреудің туған күнінде, немесе басқа да бір кәсіби бір мейрамдарда, мысалы, сыйлауларға болады да, сыйлық жасауға болады. Так, одан кейін біз характеристика толтырып болғаннан кейін сіздердің тауарларыңызда әртүрлі характеристика жатыр. Мысалға, мына жерде басқаша характеристика, сіздерде басқаша характеристика болуы мүмкін. Осы характеристикалардың барлығын сіздер барынша дұрысынан толтырғандарыңыз абзал. Так, создать карточку басайық. Так, карточка сохранена, проверьте вкладки созданы карточки и карточка с ошибками. Мен алдында қосқам, осыны алдында карточканы көрейік. Так, ошибкамен, мына жерде ошибка шығып жатыр екен. Менде сіздерде де ошибка шығуы мүмкін. Қандай ошибка екенін қазір біз көретін боламыз. Мынау менің нем. Так, назначение дейді, мысалы, назначение подарка разрешено указывать не более 3 значений. Пожалуйста, уберите лишние значения и сохраните карточку товара. Оны қалай түзетеміз? Үстін басамыз, исправить дегенді. Біздер назначение деген жерде үшеуінен артық болып кетті. Соны азайт деп жатыр бізге. Үстін бастық. Не? Так, қайта обновление жіберіп көрейік. Карточка товаров, карточка с ошибками. Мынау исправить деген басамыз. Мынаны таңдап, исправить деп бассақ болады. Қараңыздар, Wildberries. Wildberries'де өте көп адам қолданады.
серверлер көтермей жатқан секілді. Так, бізде назначение товаров деген көп екен. Оны қалай өзгертеміз? Комплектация, вид, глубина, особенности дейді. Қазір қараймыз. Так, мына жерден көрейік. Әр жерде әртүрлі ошибка бар екен. Так, исправить. Так, особенности контейнера, ширина упаковки. Так, мына жерде назначение дейтін жоқ екен, ә? Вес упаковки. Так. Материал изделия. Назначение деген жоқ екен, да? Біздер назначение. Так, мына жерде карточкалер тағы да. Назначение негізі 3 рет, да, мысалы 3 рет, 3-еуінен артық қоюға болмайды екен. Давайте на келесін өзгертейік. Мына жерде қандай шығып тұр екен. Так, запрещено использовать комплектация дейді, да, мысалы исправить деген басамыз. Комплектация деген жерде, мына жерде біз мынандай символ қосқанбыз. Символды қосуға болмайды екен, соны алып тастаймыз қазір. Так, алып тастадық. Енді шумовка 1 штук деп қойық. Плюс басайық. Так, шумовка 1 штук қосылды. Осыны алып сохранить деген басамыз. Так, следующая комбинация характеристик бренд уже используется дейді. Так, мына жерде бренд алдында қолданылып тұр дейді. Темно-серый қазан дейді, артикулды. Бұны артикулды өзгерт дейді. 1 деген нені қосылайық. Осындай ошибкалар шығуы мүмкін. Сол кезде ошибканы шығарған кезде мына жерде үстін басып өзгертсеңіздер болады. Брендтің атын өзгертсеңіздер болады, розничный ценасын өзгертсеңіздер болады, описаниесын өзгертсеңіздер болады. Барлығын өзгертсеңіздер болады. Бағана бірақ повод деген нәрселер бұл жерде жоқ екен. Қайтадан жасайсыздар ондай болатын болса. Ал біз мына жердегі бар нәрсені өзгертуге болады. Ал енді сохранить деп басайық. Міне, карточки товара сохранены и отправлены на создание. Через несколько минут проверьте карточка во вкладках созданные карточки или карточка с ошибками дейді. Так, біздің карточкамыз шықты. Қателеспесем, while бересіз қазір қатты. Дөрекі айтқан кезде қуып жатыр, нары карточка не найдены деп тұрды. Қайтадан қазір ашатын болсақ. Қайтадан ашатын болсақ. Қазір мына жерде шығу керек. Міне шықты. Қазан шықты. Мінекей, біздің қазанымыз шықты барлығы. Мінекей, осы неміз шыққаннан кейін біз не істейміз? Бұл жерде нет в наличии деп тұруы мүмкін, да? Мысалы, сіздер товары, карточка товаров кіретін болсақ, нет в наличии деп шығуы мүмкін. Осы наличиені қалай көбейтеміз? Сол туралы сабақты келесі сабақта мен түсіндіретін болам. Бұл да оңай сабақ, қиын емес, Excel керек. Келесіде түсіндіретін болам. Неке біздің өзіміздің қазанымыз шықты. Описаниясы бар. Бүкіл описаниясымен, несімен, суретімен, барлығымен шықты. Сол назар қойып тыңдағандарыңыз рахмет. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.